Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз жүйке жүйесі туралы сабағымызды ары қарай бастаймыз. Сонымен жүйке жүйесі дегеніміз не? Жүйке жүйесі бізде нешеге бөлінуші еді? Өткен сабақты есімізге түсірейікші. Жүйке жүйесінің анатомиялық құрылысында біз оны екіге бөлгенбіз. Естеріңде болса, орталық және шеткі. Орталық жүйке жүйесіне не жататын еді балар? Ми және жұлын жататын. Естеріңде бар ма? Жұлын. Бүгінгі сабағымыз осы миды өтеміз. Сонда мидың бүгінгі